Бүгін мен сіздермен өте маңызды тақырып экология және біздің күнделікті өміріміздегі жауапкершілік туралы сөйлескім келеді. Қазіргі таңда табиғаттың жағдайы барлығымызды алаңдатады. Ауа ластанып жатыр, су азайып жатыр, ал қоқыс болса жыл сайын көбейіп келеді. Бірақ ең маңызды сұрақ, біз не істей аламыз? Көп адам бір адамнан не өзгереді деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде үлкен өзгеріс кішкентай қадамнан басталады. Мысалы, пластик пакетті күн сайын қолданудың орнына көп рет қолданылатын сөмке алу өте қарапайым әрі тиімді шешім. Немесе суды босқа ағызбай үнемдеп пайдалану да табиғатты қорғаудың бір жолы болып табылады. Тағы бір маңызды нәрсе қоқысты сұрыптау. Бұл бастапқыда қиын көрінуі мүмкін, алайда үйреніп кетсең, бұл әдетке айналып кетеді. Пластик, қағаз, әйнек бәрін бөлек жинау арқылы біз қайта өңдеуге көмектесеміз. Қазіргі технологияларда экологияға көмектесе алады. Мысалы, жасанды интеллект арқылы қоршаған ортаның жағдайын бақылауға, ауа сапасын анықтауға немесе энергияны үнемдеуге болады. Бірақ ең бастысы технология емес, адамның саналы таңдауы. Экология бұл тек ғалымдардың немесе мемлекеттің мәселесі емес. Бұл әрқайсымыздың мәселеміз. Біз табиғатты қалай қорғасақ, болашақ ұрпақ та солай өмір сүреді. Сондықтан бүгіннен бастап өзімізден бастайық. Қоқысты азайтайық, суды үнемдейік, табиғатты ластамауға тырысайық. Сонымен қатар біз әлеуметтік желілерді де дұрыс пайдалана аламыз. Экология туралы пайдалы ақпарат таратып, достарымызды саналы өмір салтына шақыру, бұл да үлкен әсер береді. Болашақ біздің қолымызда. Егер біз бүгін табиғатты қорғасақ, ертең біздің ұрпағымыз таза ауа жұтып, таза су ішетін болады.